берік осы үлкені баламның перизат қыздың баласы шегеді ғой алғашқы қыздың баласы демейтін тұңғыш дейді. Сонына береге келіп отасып жатырмын. Алла тағала шаңырақтарын нәсіп етті, кәсіптері бар, балалары бар. Алланың аты көзде сақтасын. Қашанда туған баламдай сыйлап құрметтеп бірдеңе осы берікке тапсырып болмаңыз. Үлкен ғой. Сондықтан беріктің ауында Алла тағала бұның жасын ұзақ қылдырсын. Өмірінің ғұмырына дейін Алланың разылығы үшін амал етіп сөз сөйлеп өтуін нәсіп етсін. Мына балаларының бәрі Алланы сүйген құлдарынан болып, тақуалардан, салихалардан, ізгілерден болсын. Солардың дұғасы қабыл дейді ғой, ертең бұл өмірден өтеміз. Алла 100 жас берсін, 100 жас берсе де өмір тоқтайды. Сондықтан ізгі ұрпақ керек. Өйткені ізгі ұрпақ ол сыйлайды, құрметтейді, Алладан қорқады, Алланың разылығы, ата-ананың разылығы деп. Сонымен өмір сүреді, анасының аяғына дейін жуат керек болса, әкешін деп әкесін ардақтайды, асқар тауын деп. Сондықтан енді осының мына отырған тақуа деп өзім есептеймін. Көз алдындағы балдашыңдар, сендердің шаңырақтарына Алла тағала соны нәсіп етсін. Мына оразамызда ұстаған ғибадат құлшылықтарымызды, тараух намаздарын, 5 мезгіл намазымыздың бәрін Алла тағала есепсіз сауапқа баршамызды соған батырып, ертең қияметте Алланың алдына барған кезде соның қызығын, жемісін көріп, шексіз қуанышта болып, нағыз бақыт деген сол, оны өздерің білесіңдер. Өзіміздің аштық пен шөлімізді ғана емдемей, осы мынау жүрегімізді де, ниетімізді де, мінез құлықтарымызды да, тілімізді баршасын тек әсем сөз айтуға, көркем сөз айтуға Алла нәсіп етсін. Кейде намазхандардың өздерін көресіңдер, былық сөздерді айтып, ол адамның жүрегі лас деген сөз. Бұлақ сөз айтып, жүрек зауыт болса, соның өнімі. Егер ол бұлатып лас сөйлеп тұрса, оның жүрегі әлі бұлатып лас екен. Алланы танымайтындардан ешқандай артықшылығы жоқ. Ғұламалар айтады екен, сондықтан тілімізді көркемдейік, жақсы сөз айтайық, не болмаса үндемейік. Одан кейін барша ықыласымызды, ниетімізді тәкаппарлықтан, күншілдіктен, көреалмаушылықтан, ысырапшылдықтан, өсектен, аяңнан болып жатқан адам баласына басқаларға жамандықтан, қылықтардан бойымызды Алла тағала ада етсін. Басқаларға да айтып жүріңіздер, мен сіздерді сол жүрегі таза, Алла болса бір айда нұрымен, Алланың тап-таза иманымен шомылдырып, жүрегімізді тап-таза қылып шығарып, тек қана жүрегімізді Аллаға деген махаббат, одан кейін пайғамбарымызға саллаллаху алейхи ва саллям деген махаббат жүрегімізді арта берсін. Одан кейін төмен дүниеге кетеді. Кімді жақсы көрсе де, сондай жетістікке жетейік. Тек қана Алланың разылығы үшін істейік.